Ақтөбеде мектептен үйіне қайтып жатқан 12 жастағы қызды бірнеше қаңғыбас ит талап тастады. Оқушының жанұшыра шыңғырған дауысын естіген жақын маңдағы тұрғындар оны төбеттерден арашалап үлгеріпті. Бала қазір ауруханада жатыр, дәрігерлер басы мен аяғының сау жері қалмаған. Қыздың жағдайын ауыр деп отыр. Оның үстіне психологиялық шок та алған. Елімізде балалардың дәл осылай қаңғыған иттерге талануы бірнеше рет емес. Бұған дейін де Ақтөбе мен Атыраудың халқы көшедегі бұралқы иттерді ату жөнінде билікке бірнеше рет арызданған болатын. Алайда министрліктегілер жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы қабылданған жаңа заңға сәйкес қаңғыбас иттерді жою жұмыстары тоқтатылғанын және ондай жұмыстарға республикалық бюджеттен бірде-бір тиын қарастырылмағанын айтқан еді. Айдың күннің аманында 15 итке таланған оқушының анасы қызының әлі психологиялық шоқтан шыға алмай, тіпті түнде де шошып айқайлайтынын айтады. Көз сөзінше 6-шы сыныпта оқитын баласына мектептен үйге келе жатқан жолда бір топ қаңғыбас ит тап берген. Осы кезде оқушы бетін ғана жауып үлгеріпті. Төбеттер басы мен аяғынан тістелеп, еттерінде жұлып жіберген дейді анасы. Қайта қыздың шыңғырған қатты дауысын естіген көршілері көмекке дер кезінде келіп арашалап алған. Басына деген 3 шоқ салған, аяғына қарап қалсам 21 шоқ салып. Үкімет менің баламды өлтіріп отыр, шын айтқанда. Үкімет өлтіріп отыр. Сол заңдармен қолданбаған шараларымен өлтіріп отыр. Тағы бір 3-4 минут кеткенде кеңірдегін үзіп өлтіретін еді уже баламды деген. Дәрігерлер оқушының жағдайы әлі де ауыр дейді. Қазір қызбен психологтар жұмыс жасап жатыр. Басында, екі қолында, екі аяғында, арқасында көптеген дене жарақаттарымен негізінде ит тістеген жарақаттарды жасалмайды, тігілмейді. Бірақ кейбір жағдайлар болады, өте жалбырап, көлемді болған жағдайда әр жерінен біз наводящий швы дейді. Сондаймен жақсы жазылу үшін біз сөйтіп. Елімізде мұндай сұмдық жағдай бірінші рет болып отырған жоқ. Көшеде қаңғып жүретін бұралқы иттердің көптігінен қорқып, балаларының өміріне алаңдаған тұрғындар биліктегілерге бірнеше рет арызданғандай еді. Алайда экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі қабылданған 60 күннен кейін өз күшіне енетін жаңа заңға сәйкес қаңғыбас иттерді жою тоқтады дейді. Тек қоғамға қауіп төндіретін және бір топ итті ғана атуға рұқсат барын айтады. Оның өзінде тұрғындардан шағым болса ғана. Ал Ақтөбе облысының ветеринария басқармасындағылар қаңғыбас иттерді аулауға әлі бекітіле қоймаған қағидалар кедергі болып отыр дейді. Қолдауымыз байлаулы, бүгінгі күн жұмыс жасай алмай, итті аулау тоқтатылып тұр бүгінгі күнде. Ал енді біздер оны жаңағы жағдай жасайық десек, оны жаңа ақша, бюджетте ақша жоқ. Оны уақытша ұстайтын пана керек, ол жоқ. Министрліктің есебі бойынша жаңа заң қабылданғанға дейін еліміздегі бұралқы ит мысықтардың көзін жоюға мемлекет қазынасынан жылына 1 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалып отырған. Жанар Қожанова, Жомарт Құдайберген, Информ бюро, Ақтөбе облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информ бюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.